Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Болат ағай. Бүгінгі біздің алғашқы видеосауымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз құқық туралы түсінік. Құқық туралы түсінік. Біз 9 сыныптан 11 сыныпқа дейін оқыған ақпараттарды қазір бірге талқылайтын боламыз. Бұл тақырыпта біз құқық қайдан бастау алады, әлеуметтік нормалар дегеніміз не, құқық дегеніміз не, осы ақпараттармен, ұғымдармен таныс боламыз. Олай болса, кеттік, сабағымызды бастайық. Жалпы біз өмірден мысал келтірмесе құқық негіздерін түсінбейміз. Сол үшін бірге осы ақпараттарды қарайық. Қоғамда барлық адам бір-бірімен араласпаса өмір сүре алмайды, және де олардың әртүрлі өзара қызығушылықтар бар. Әр адамның бір қызығушылықтары бар және қажеттіліктері бар. Осы қажеттіліктер мен қызығушылықтар бізде үйлесім табуы үшін бізде қоғамда әлеуметтік нормалар қажет болады. Тамаша. Адамның қызығушылықтары мен қажеттіліктерінің үйлесім табуы үшін не керек екен? Әлеуметтік нормалар керек екен. Қарап отырсаңыз, мынау оң жақтағы ол бізде музыка тыңдағанды жақсы көреді, музыка тыңдағанды жақсы көреді, ал оның көршісі ұйықтағысы келеді. Осы ретте қандай әлеуметтік норма қажет болады бізде? Олардың екеуінің де қажет қызығушылықтары қанағаттандырылу үшін бізде түнгі сағат 10-нан кейін музыка қосуға болмайды. Тыныштық уақыты, ал музыка тыңдайтын уақыт бар деген сияқты нақты әлеуметтік нормалар болады. Сонда ғана, құрметті оқушылар, бізде қоғамда тұрақтылық пен тәртіп орнайды, бір қалыптылық сақталады екен. Той, мына жастарда бір қоймады ғой. Таңертең алтыда тұрам, жұмысқа барам. Мына жастарда бір. Жатсаңдар ше. Мыналар қоймайды бәрі. Сетем мен алар. Аш көрші. Аш демей саған. Не болды сонша қағып? Сағатты қарадың ба сен? Көрдім. Енді көрсең не? Музыканы өшірмейсіңдер ма сен? Мен өзім үйім. Сенің үйіңнің жанында қақ тура жанында тұрсың. Қалай ұйықтаймын мен? Өзім білем мен. Көнбейсің ба? Мен саған полиция шақырып көрсетемін баған. Сау болыңыз, полиция капитаны Мырқымбаев. Полицейский? Азамат, сіздің үстіңізден шағым түсті. Түнде неге көршілердің тыныштығын бұзасыз? Сағатты қарадыңыз ба? Сізге қазір штраф саламын. Аға, пожалуйста, осыға кешіре салыңызшы. Неге музыканы қосасыз? Түсінемін, сіздің қызығушылықтарыңыз бар. Басқа біреулер ұйқы керек, ұйқы қажет оларға. Осы қызығушылықтар мен қажеттіліктер өтелу үшін бізге әлеуметтік нормалар керек. Дәл қазір сізге ескерту беремін. Бірінші, келесі рет қайталанса, әкімшілік кодексінің тиісті бабымен сізге 5 МРП штраф салатын боламын. Енді әлеуметтік нормалар бізде қай кезде пайда болады десе, ол кезде сіздер айтасыздар, адамдардың қарым-қатынасы арқылы пайда болып отырады. Енді біз әлеуметтік нормаға бірнеше норманы жатқызуға болады. Одан алдын біз норма деген сөзге түсініктеме бере кетейік. Норма дегеніміз не? Яғни жалпыға бірдей міндетті мінез-құлық ережесі бізде құқық негіздерінде норма деп аталады. Тамаша, жазып қойыңыздар, нормалар жалпыға міндетті мінез-құлық ережесі. Енді біз оны қалай мысал келтіре аламыз? Мысалы, сіздер сыныпта отырсыздар, және де білесіздер, сыныпта мұғалім сөйлеп жатқан кезде, сабақ түсіндіріп жатқан кезде шулауға болмайды. Барлығы тыныш отыру керек. Яғни біреуі тыныштықты бұзса, ол мұғалімнің ойы бұзылады, сабақ дұрыс болмайды деген сияқты. Яғни бүкіл оқушыға міндетті бір ереже бар, ол сабақ үстінде тыныш отыру. Яғни қоғамда да дәл солай барлық адамға міндетті ережелер бар. Олар қоғамда тұрақтылықтың, хаос болмауы үшін керек болып табылады. Тамаша. Енді әлеуметтік ережелер қоғамда туындайтын айтамыз. Қоғам бұл ережелерді қажетті ережелер деп таниды екен, құрметті оқушылар. Енді бізде мынандай бір кестені көріп тұрсаңыздар, біз әлеуметтік нормалардың түрлерімен танысамыз. Әлеуметтік норманың бізде 9 белгісі бар, құрметті оқушылар, 9 белгісі бар. 9 белгісін қарап шығайық. Бірінші белгісі ол салт дәстүрлер. Біз сразу Қазақстан Республикасы болып пайда болып кеткен жоқпыз. Тарихта небір жылдарды бастан кешірдік. Орта ғасырларда, ежелгі ғасырларда біздің ата-бабаларымыз өмір сүрді. Олардың кезінде дәл қазіргідей дамыған құқықтық ережелер, мораль ережелер, этика, бір конституция деген болған жоқ. Ол заманнан, яғни Тәуке ханның ғасыры, содан 20 ғасырға дейін бізде салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, құрметті оқушылар, салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар бізде не болды? Басты
әлеуметтік нормалар ретінде қоғамда орын алған болатын. Сондай-ақ дәл қазіргі заманда, құрметті оқушылар, бізде этикалық ережелер бар екен білесіздер, корпоративтік ережелер бар, мораль ережелер бар, эстетикалық ережелер және құқықтық нормалар, саяси ережелер бар. Тамаша. Сондай-ақ діни ережелер де, құрметті оқушылар, бізде әлеуметтік норманың түріне жатады екен. Діни ережелерде де айтады ғой, сен ұрлық жасасаң күнә, адам өлтірсең күнә, тағы да басқа осындай біреудің ала жібін аттасаң күнә деген сияқты, мұның барлығы әлеуметтік норманың барлығы, құрметті оқушылар, қоғамда дұрыс жүріп тұру үшін қажет болып табылған екен. Енді осыған байланысты құқық негіздерінде қандай сұрақтар келеді, бірге қарастырайық. Жақсы, жалпыға бірдей мінез құлық ережесі. Тамаша. Мұны біз не дедік? Жаңа мектептегі оқушылармен мысал келтірген болатынбыз. Мұны біз нормалар деп айтамыз, Нормалар жалпыға бірдей мінез құлық ережелері. Кеттік, келесі сұрақ. Әлеуметтік норманың қанша түрі бар? Біз жаңа жоғарыда атап өткен 9 әлеуметтік норманың түрі бар, 9 әлеуметтік норманың түрін варианттардан табайық. Кеттік, федерациялық ережелер деген бар ма? Жоқ. Авторитарлық ережелер жоқ, эстетикалық ережелер деген бар. Д варианты дұрыс болады. Корпоративтік ережелер дұрыс, этикалық ережелер дұрыс. Тамаша, әлеуметтік норманың келесі түрлеріне байланысты ұбытта сұрақтар келеді. Бұл жерде сіздер әдет ғұрыптарды белгілейсіздер, салт дәстүрлерді белгілейсіздер, сондай-ақ мораль ережелерін белгілейді екенсіздер. Жақсы. Ендіге бізде оқушылар мынандай сұрақтар келеді. Жалпы ұбытыда осындай көп жауап сұрақ ретінде әлеуметтік ережелер келсе, сіздер қоржындарыңызға плюс 2 балды қанжығайлайды екенсіздер. Енді біз әлеуметтік ереже деген ұғыммен түсіндік. Әлеуметтік норма деген екенмен түсіндік. Енді біз құқық жайлы айтатын боламыз. Құқық дегеніміз не? Тамаша, әлеуметтік нормалардың 9 түрі бар екен, ал құқық дегеніміз не? Соның ішінде бір құқық деген ақпарат көрдік қой. Оған нақты анықтама, бұл құқық заңмен бекітілген тәртіп ережесі деп жауап береміз. Заңмен бекітілген тәртіп ережесі. Біз жаңа қарап өткен салт дәстүрлер болсын, этикалық ережелер, корпоративтік немесе мораль ережелер, салт дәстүрлер, олар заңмен бекітілмеген. Ал құқықтың басты айырмашылығы да осындай екен, құрметті оқушылар. Ол аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттеп отырады, мемлекетпен қорғалады, әрбір адамға дұрыс жүру жолдарын таңдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ құқық барлық адамдар үшін міндетті, адамдардың қауіпсіздік сезімін нығайтады, сондықтан құқықты біз құндылық ретінде таниды екенбіз. Жаңа норманы қарасақ, құрметті оқушылар, бізде норманы, моральды, жалпы этикалық ережелерді бұзғаны үшін жеке тұлға қоғамнан жазаланады. Яғни қоғам оны бір жақтыртпай қарайды деген сияқты. Ал құқық нормаларын бұзу бұл заңмен жазалануды көздейді екен. Яғни құқықтың басқа әлеуметтік нормалардан айырмашылығы осында. Ендіге құқықтың мәні не? ұбт-да көп жауап сұрақта осы келген болатын, Құқықтың мәні, құрметті оқушылар, қазіргі заманғы қоғамдық қатынастарды реттеу, қоғамды жөнге салу, тұрақтылыққа қол жеткізу. Және де азаматтың бостандығы мен құқығын, демократияны жүзеге асыру. Бұл, құрметті оқушылар, ұбт-да кем дегенде 2 вариант, 3 вариантпен келеді, және де соған байланысты тест тапсырмасын қазір тапсыратын боламыз. Ендіге біз құқық дегеніміз не? Ол заңмен бекітілген тәртіп ережесі, мемлекет бекіткен, оның күшімен қорғалатын аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттеп отырады дедік. Енді оның қандай белгілері бар десек, біз айтамыз. Құқықтың 8 белгісі бар. Тамаша. Бірінші белгісі бұл, құрметті оқушылар, бізде нормативтілік. Нормативтілік белгісін қалай түсінеміз? Құқық бізде нормалардан тұрады. Бұл нормативтілік белгісі. Жаңағы айтқан, жалпыға бірдей мінез құлық ережелерінен бізде құқық тұрады. Келесі белгісі жүйелілік. Бізде құқық нормалары Конституцияда, ата заңымыздан бастап, ағымдағы заңдар, конституциялық заңдар, кодекстер бір-біріне мүлдем қайшы келмейтін белгілі бір жүйеде орналасқан деп түсінеді екенбіз. Келесі белгісі жалпыға бірдей міндеттілік. Яғни құқық нормалары бізде жасына, жынысына, әлеуметтік дәрежесіне, ұлтына, дініне қарамастан Қазақстан Республиканың азаматысың ба, саған, яғни басқалардың барлығы сияқты заң тең дәрежеде қарайды. Келесі құқықтың формальды анықтылық деген белгісі бар. Құқықтың формальды анықтылық дегеніміз бұл біз нақты өзіміздің құқықтарымызды Конституциядан немесе тағы да басқа құжаттардан көре алуымыз болып табылады. Мысалы, бір алып қарасақ, күнделікті өмірде мысал келтірейін, сіздер бір көлік сатып алдыңыздар немесе қарапайым телефон сатып алдыңыздар, гаджет сатып алдыңыздар, және де оның бірақ екенін көрдіңіздер. Бұл жасамайды екен, жақсы, мен қайтаруым керек. Бұны білемін, мен қайтаруға құқығым бар екен, бірақ қалай дәлелдеймін? Осы кезде сіздер бір құжат ашасыздар мынандай.
Бұл құжаттың аты тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнама. Осы заңнаманың 30 бабының 1 тармағына ашып қарасаңыздар, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы тұтынушы ретінде тыйым салынған тауарлардан басқа тауарлардың барлығын 14 күн ішінде қайтарып беруге, ақшасын қайтарып алуға немесе ұқсас тауарға айырбастауға құқығы бар деп жазылған. Тамаша. Сіз осылай құжат ретінде жақсы өзіңіздің құқықтарыңызды көре алуыңыз бұл құқықтың формальды анықтылық белгісі болып табылады екен. Келесі белгісі мемлекеттің қамтамасыз етуі. Жақсы, бізде Қазақстан Республикасында өздеріңіз білетіндей құқық қорғау органдары бар, ішкі істер органдары, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет деген сияқты бірнеше осындай органдар бар. Бұлар, яғни құқық бұзылған жағдайда мемлекетпен қорғалатындығын білдіреді екен. Келесі, құқықтың еріктілік сипаты. Құқық нормаларында белгілі бір топтардың еркі ескеріледі. Яғни ол жерде жеке тұлғаның да еркі, мемлекеттің де еркі ескеріледі деген мағынаны білдіреді екен. Келесі құқықтың белгісі реттеушілік. Түсінікті реттеушілік белгісі қоғамдық қатынастар бұзылған жағдайда кінәлілерді жазалау арқылы, жәбірленушілердің құқықтарын қалпына келтіру арқылы қоғамдық қатынастарды реттеп отырады деп түсінеді екенбіз. Келесі бір белгі құқықтың динамизм белгісі. Жаңа алғаш айтып өткендей, қазақ хандығы кезінде біздің құқықтық нормаларымыз 7 жарғы заңдар жинағы болса, әдет ғұрып нормаларынан жинақталған заңнама болса, қазір мемлекетіміз дамып құқықтық жаңа Қазақстан болып жатқан кезде, дәл қазіргі 95 жылдан кейін 2026 жыл 1 наурызда конституция қабылданды ғой. Сол конституцияға дейін құқықтық нормалардың бұлай өсуі, яғни мемлекет дамыған сайын құқық нормалардың дамуы бұл құқықтың динамизм деген белгісі болып табылады екен. Тамаша. Құқықтың осындай құрметті оқушылар бізде 8 белгісі бар. Енді бізде құқықтың функциясына тоқталамыз. Құқықтың функциясы дегеніміз құқықтың әрекет ету бағыты. Қандай салада, қандай кезде құқық қалай әрекет етеді? Осы сұрақтарға жауап береді. Енді қарап отырсаңыздар, құқықтың бізде 2 функциясы бар. Бірінші функциясы негізгі функциялар, яғни бұл жерде реттеушілік, сондай-ақ қорғаушылық функцияларын көріп отырмыз. Келесі функциясы бұл қосымша функциялар, негізгі функциялармен қатар қолданылады. Енді нақты анықтамаларға көшейік, құрметті оқушылар. Бізде реттеушілік функциясы дұрыс мінез құлық ережелерін қалыптастыруға бағытталған. Яғни қоғамда әрбір азаматтың дұрыс ойлауын, дұрыс құқықтық нормаларды қабылдауын қалыптастыруға бағытталған құқықтың негізгі функциясы. Ал қосымша функциясы, қорғаушылық функциясы ол адамның, азаматтың құқықтары бұзылған жағдайда, денсаулығына, өміріне, тағы да басқа мүлкіне қауіп келген жағдайда мемлекет арқылы қорғау. Яғни бұл бізде негізгі функциялар. Ал қосымша функциялар бізде идеологиялық. Яғни идеологиялық дегеніміз қоғамда әрбір адамға қажет болатын нақты бір идеяларды, талаптарды қалыптастыру. Тамаша. Енді бұған біз қалай мысал келтіре аламыз? Мысалы, Қазақстан Республикасының конституциясы, ол жерде жазылған нақты Миранда ережесі. Яғни сіз Құдай сақтасын, белгілі бір жағдайлар болып қалса, сіздерге яғни процессуалдық құқықтарыңызды түсіндірмей, тергеушілер қинап, жазалап жауап алуға тыйым салынады. Сол сияқты күнделіксіз өмірде көріп жүрген құқықтық нормалар. Қаланың ішінде 60 км/сағаттан артық жүруге болмайды деген сияқты өте көптеген ережелер бар. Осы ережелерді күнделікті өмірде біздің өмірімізде көрініс табу бұл құқықтың идеологиялық функциясы. Келесі функция бұл тәрбиелік функция. Тәрбиелік функцияны қалай түсінеміз? Ол құқықтық ережелерді орындауда адамның санасына ықпал ете отырып әрекет етуі. Тамаша. Тәрбиелік функциясын біз күнделікті өмірде сіздер мектеп оқушысыздар, және де мектепке инспекторлардың немесе тәрбие завучтардың сіздерді жинап алып, лекциялар оқуын жатқызамыз. Көрші мектепте анандай бала мынандай құқық бұзушылық жасапты, және де олар кәдімгідей учетқа тіркеліп ертең жоғары оқу орнына түсе алмайды екен деген сияқты бір сіздерге лекциялар оқып, жамандықтан алдын алып профилактика жұмыстарын жүргізуі бұл құқықтың тәрбиелік функциясы болады екен. Тамаша. Құқықтың әрекет ету саласының бойынша біз құқықтың функцияларын, қызметтерін қарастырады екенбіз. Ол екіге бөлінеді, негізгі және де қосымша. Тамаша. Осыған байланысты енді тест тапсырмаларын қарап өтейік. Кеттік. Бірінші сұрақ: заңмен бекітілген тәртіп ережелері дегеніміз не? Бұл бізде руханият емес, эстетика емес, мораль емес, бұл құқық. Тамаша. Енді құқықтың мәні. Мен жаңа айтқан болатынмын, құқықтың мәні ұбт-да сұралады. Көп жауап сұрақта бұл келеді. Бұл бірінші, тұрақтылыққа қол жеткізу, сондай-ақ қазіргі замандағы қоғамдық қатынастарды реттеу, және де
қоғамды жөнге салу. В, Д және де Е варианттары дұрыс болады екен. Бұл құқықтың мәні, құрметті оқушылар. Ендіге құқықтың белгісі бар, құрметті оқушылар. Бізде құқықтың 8 белгісін атап өткен болатынбыз. Енді көп жауапты сұрақта бұл келеді. Варианттары: құқықтың жалпыға бірдей міндеттілік деген белгісі бар, нормативтілік деген белгісі бар және де жүйелілік деген белгісі бар. Келесі сұрақта да сол сұрақ. Бұл жерде формальды анықтылық белгісін тауып тұрмыз. Динамизм және де реттеушілік белгілері бар екен. Плюс 2 балл бұл сұрақ келсе сіздер жинайсыздар. Келесі кеттік. Келесі құқықтың функциялары. Негізгі функция деп бөлінеді, қосымша функция деп бөлінеді, көрдік. Енді бізде сұрақ келеді құқықтың басты функциялары. Басты функциялар негізгі, яғни бұл жерде қорғаушылық функциясы және де реттеушілік функциясын қарастыра аламыз. Кеттік. Келесі сұрақ. Адам мен азаматтың еркіндігі, құқығын қорғауға бағытталған құқықтың негізгі функциясы қандай? Тамаша. Бұл жерде негізгі функция сұрап тұр. Бұл жерде 2 ғана вариант бізде. Біреуі қорғаушылық немесе реттеушілік. Енді контекстке назар аударып, логиканы сәл қосып жүрсек, бұның жауап шығады. Бұл жерде құқықтың қорғаушылық функциясы көрініп тұр. Енді келесі бір сұрақ. Дұрыс мінез-құлық ережелерінің қалыптасуына бағытталған құқықтың негізгі функциясы. Бұл негізгі функцияда бір ғана вариант қалды. Енді бізде амал жоқ, реттеушілік болады екен. Кеттік. Келесі сұраққа көшейік, құрметті оқушылар. Құқықтың қосымша функцияларын сұрайды. Яғни негізгі функциялар тауып қойдық. Қосымша функциялар бізде тәрбиелік функциясы және де идеологиялық функциясы болады екен. Тамаша. Біз әлеуметтік нормалар жайлы білдік. Норма деген не, құқық деген не таныдық. Енді біз құқықтық нормалардың моральдық нормалармен тығыз байланысты екенін айта кетуіміз жөн болады. Моральдық нормалар дегеніміз не? Мораль дегеніміз не? Осыған мысал келтірейін. Мораль дегеніміз, құрметті оқушылар, жақсылық пен жамандық, әділеттілік пен әділетсіздік, адалдық пен арсыздық туралы адамның түсінігі мен ұстанымдарынан сенімнен негізделген іс-әрекетін реттеп отыратын ұстанымдар жүйесі болып табылады. Жақсы, мораль бізде қоғамдық қатынастардың ең сенімді және де күшті реттеушісі болып табылады. Бұған мысал келтірсек, мораль сіздер кішкентай кезден бастап ата-аналарыңыз тәрбиелейді, құлақтарыңызға жақсылық құяды, үлкеннің жолын кеспе, кішілерге көмек бер, әлсіздерге көмек бер, жамандық жасама деген сияқты. Және де сіздің өміріңізде екі таңдау тұрады. Не біреуі жаман жол, біреуі жақсы жол. Сіз моралі күшті, тәрбиесі мықты адам болсаңыз, алдыңызға келген ситуацияда, мысалы күнделікті өмірде үлкендермен сәлемдесіп өту, немесе әлсіздер кетіп баратса, былай көз жұмып өтіп кетпей, оларға көмек көрсету, қоғамдық көлікке үлкен қарт әже келсе, сіз ойланбастан орныңыздан тұрып орын беру деген сияқты, мұның барлығы бізде моральдың жақсы болуына жатады. Бұның барлығы мораль ережелеріне жатады екен. Енді мораль бізде қоғам қатынастардың ең сенімді және де күшті реттеушісі болып табылады. Осы ретте біз мораль туралы ғылым жайлы айтатын боламыз. Бұл ғылымның атауы этика. Этика моральдың пайда болу мәселелерін зерттеп, оның нормаларын қолдану механизмі мен мәнін түсіндіреді. Сондай-ақ адамның іс-әрекетін адамгершілік тұрғысынан бағалау өлшемін айтады екен, құрметті оқушылар. Мораль туралы ғылым не десе, сіздер этика деп жауап береді екенсіздер. Сұрақ былай: жақсылық пен жамандық, әділеттілік пен әділетсіздік, адалдық пен арсыздық туралы адамның түсінігі мен сеніміне негізделген адамның іс-әрекетін реттеп отыратын нормалар мен ұстанымдар жүйесі қалай аталады? Бұл бізде мораль деп аталады, құрметті оқушылар. Д варианты дұрыс болады. Кеттік. Келесі сұрақ. Мораль туралы ғылым. Мораль туралы ғылым бізде этика деп аталады. Қоғамдық қатынастардың ең сенімді және күшті реттеушісі не болады? Бұл бізде мораль болады, құрметті оқушылар. Көп оқушылар тура осы ең соңғы сұрақтан қателесіп кете береді. Қоғамдық қатынастардың ең сенімді қорғаушысы бұл құқық деп, немесе билік деп, немесе мемлекет деп белгілеп кетеді. Сіздер бұл қателікті қайталамаңыздар, бұл жерде Д варианты дұрыс болады. Кеттік. Келесі сұрақ. Жалпы бізде ұғымдар болды. Бүгінгі тақырыпқа байланысты терминдер және де анықтамалар айдары. Сіздер біреулеріңіз керек термин. Ол құқық. Құқық мемлекет орнатқан, оның күшімен қорғалатын, жалпыға бірдей міндетті қоғам қатынастарды реттеп отыратын нормалардың жиынтығы бізде құқық деп аталады. Енді құқықтық нормалар деген бар. Құқықтың нормалары дегеніміз заңда бекітілген мінез-құлық ережелері. Заңда бекітілген мінез-құлық ережелері, мысалы, әрбір 18 жасқа толған ер азамат бізде Қазақстан Республикасының алдында, яғни отан алдында қасиетті борышын, әскери борышын өтеуге міндетті деп жазылған. Бұл заң
бұл құқықтық нормасы, яғни заңмен бекітілген. Тамаша. Енді мораль бізде түсінікті, жаңа атап өттік. Діни ережелер дегеніміз айтпадық. Діни ережелер дін туралы деректерде кездесетін ережелер. Дұрыс жүріп тұру ережесі дін туралы ережелер деп аталады. Енді құқықтың функциялары, құқықтың әрекетінің негізгі бағыттары, қоғамдық қатынастар реттеу үдерісіндегі құқықтың қалай әрекет етудегі рөлін көрсетеді екен. Ең соңғы мәселе бұл этика. Этика бізде мораль туралы ғылым. Осылайша, құрметті оқушылар, біздің алғашқы видео сабағымыз өз мәресіне жетті. Кезекті бейне сабақта кездескенше қош аман сау болыңыздар.